Всем сәлем, сіздермен Диана, және бүгінгі біздің сабағымыз біраз ертегіден басталатын болады. Бұрынғы заманда бір өте ақылды және өте күшті Ньютон деген ғалым өмір сүріпті. Оның күштілігі соншалықты болды, одан бүкіл адамдар сұрапты: Ньютон, осы күшті қайдан алдың десе, ол осылай жауап беріпті: бұл күш мамамның арқасында деп. Неге деп сұрағанда, ол оны осылай түсіндіріпті: осылай демалыста мамаға бір барып едім, өте үлкен үдеумен өте көп тамақ жегізіп қойыпты. Содан сондай күшті болып қалдым. Яғни динамика дегенде ең алғашқы ассоциация күш, Ньютон, сосын F-тен M-а. Мама деген сөзден шыққан типа. F дегеніміз күш, M дегеніміз масса және A дегеніміз үдеу. Және бұл ғылым нағыз качок сияқты, ода екі ұстаным болды. Бірінші ұстанымы әрбір нәрсеге оған кері нәрсе болады, әрбір іске оның керісі болады, және ең бастысы әрбір күшке кері күш табылады. Және екінші ұстанымы бұны нал спортсмен сияқты все или ничего деген. Осыны қазір бірге талдайық, және мен сіздерге түсіндіріп берейін. Бізде мұнда инерция заңы, ол осы все или ничего деген заңға дәл келеді. Неге? Инерция заңы ол бір денеге басқа дене әсер етпесе, онда ол тыныштықта болады, немесе түзу сызықты бір қалыпты қозғалыста. Яғни все дегеніміз мұнда ол қозғалыста болуы, ал ничего дегеніміз ол тыныштықта болуы. Яғни бұл өмірде қалай істейді? Мысалы, бір мұнда тележка болсын, және оған басқандай сырттан ешқандай күштер әсер етпесе, ол осылай тыныштықта мәңгілік қала береді, әлде осылай бесконечно мәңгілік алдыға жүре береді екен. Яғни бір түзу сызықты бір қалыпты қозғалыста жүре береді. Бұл Ньютонның бірінші заңы. Екінші заңы: денеге әсер еткен күш сол дененің массасы мен әсер еткен кейін алған үдеудің көбейтісіне тең. Яғни осы күш маманың арқасында деген формула. Мына жерде бізде күш H-пен өлшенеді. Дәл осы Ньютонның атының алғашқы әрпі сияқты осылай жаттап ала аласыздар. Және үшінші заңы: денеге әсер еткен күшке әрқашан модулі жағынан тең бағыты жағынан қарама-қарсы күш әсер етеді. Бұның өмірде қайтадан айтамын. Үшінші заң: денеге әсер еткен күшке әрқашан модулі жағынан тең бағыты жағынан қарама-қарсы күш әсер етеді. Яғни бұл өмірде қалай болады? Мысалы, мұнда бір грузовик өтіп жатса, и осы грузовикта осындай айна болады. Грузовик осылай бара жатыр, и мына жерден оған шыбын соғылады, осы айнасына. Яғни шыбын қандай күшпен осы айнаға соғылады, айна да оған дәл сондай кері күш береді екен. Ал енді күштердің қазір бүкіл түрлерін айтып шығамын, және ауырлық күшінен бастаймыз. Ол міне F-тен mg, және мына жерде F-тен ma сияқты да солай тек қана g. Және g бұл сізде 9,8. Келесі ол реакция күші, ол n мен белгіленеді. Және салмақ. Салмақ горизонталь тіреуіште немесе вертикаль аспанға әсер ететін күшті айтамыз. Негізі осы горизонталь, вертикаль дегенмен шатасып жүрсеңіздер, қалай оны есте сақтауға болады? Мысалы, айтады ғой горизонт чист деп. Горизонт деп именно осы жерде айтады. X өсімен. Ал осы горизонтальный болса, вертикальный осы болады, Y өсімен болады. Енді салмақ. Салмақ дегенде тоқталайық, себебі мұнда салмақсыздық деген бар екен. Сосын асқын салмақ деген екі түсінік бар екен.
бұл қалай вообще? Бірінші салмақсыздықтан бастайық. Бұны түсіну үшін осы картинканы лифт деп ойлауға болады. Солай тиімді болады деп ойлаймын. Мына жерде бізде mg лифт мысалы астыға қозғалады. Лифт mg n. Яғни мұнда mg мен n бір-біріне қарама-қарсы болады, сондықтан қазір біз оны минус деп жазамыз. Яғни mg минус n тең болады ma. Мұны неге maға тең десеңіз, осы екінші заң бойынша maға тең. Енді бізге осы n-ді негізі n мен p бізде ол бір нәрсе деп ала берсек болады. Сонда бізде мұнда n-ді бір жаққа жинаймыз, қалған бәрін екінші жаққа. Бізде мұнда mg минус ma, мынау минус не болып кетті. mg минус ma тең болады n. n плюс жақпен барады. Немесе ортақ m-ді жақ жағын сыртына шығарамыз. g минус a тең болады b. Енді асқын салмақты қалай көрсетеміз? Мұнда бізде дәл солай. Тек қана енді n-нан бастаймыз. n минус mg тең болады ma. Себебі мұнда бізде уже лифт үстіге көтеріліп жатыр. Сондықтан бізде n и так та үстіге қарайды, сондықтан енді біз одан бастаймыз. Қайтадан бәрін бір жерге жинау керекпіз, яғни n осы жазудан осы жазу шығады. Мұнда плюс n a қосылған g. Міне осы екеуін ажырата білу керек. Тағы да осы есепке, осы формулаларға көпір және ойыс дөңес деген болады. Дөңес ол мынаған келеді, яғни дөңес осындай. Едине там мына жерде. mg осылай астыға. Осылай, және мынаған дөңес. То есть ойыс наоборот. Мына ойыс. Мына дөңес. Келесі күштер үйкеліс күші. Үйкеліс күші мына жерде бізде f тең мю n. Мю дегеніміз ол үйкеліс коэффициенті. Негізі үйкеліс күші жылдамдықтың бағытына қарсы болады. Мысалы, осы мұнда колесо осылай айналса, онда үйкеліс күші осылай болады. Және тең әсерлі күш. Тең әсерлі күш дегеніміз ол мысалы мұнда бір зат болса, және оған мысалы екі жақтан осылай екі түрлі күш тартып жатыр делік. Мынау F1 болса, мынау F2. Немесе дәл осындай бір затты екі күш тарта алады, бірақ бағыты бір. Сол мынау F1, мынау F2. Мынау не деген қорқынышты формула десеңіз, түкте қорқынышты емес, ол осындай ғой. Осылай, мысалы, қандайда бір градуспен тартса, осылай мысалы, және осылай. Есеп шығарғанда түсінесіз. Және бүкіл әлемдік тартылыс күші, кез келген екі дененің арасындағы тартылыс күші. Олардың массаларының көбейтісіне тура пропорционал болады, және арақашықтың квадратына кері пропорционал. Осы формуланы көріп тұрсыз. Мұнда екі дене болу керек обязательно. Енді серпіндік күш
немесе көк саны. Серпінді дегеніміз ол осындай неме ғой. Осы К дегеніміз ол осы серпеннің қатаңдығы, және X дегеніміз ол ұзаруы. Мысалы, ол осындай болды, сосын ол, например, осылай ұзарып кетті, себебі мұнда бір жүк іліп қойдық. Мына арақашықтық, міне, оның оригиналы және оның ұзарғаны, ол бізде дельта X болып табылады. Және келесі, және ақырғы Архимед күші. Архимед күші сұйыққа немесе газға бағытталған дененің кері итеруші күші. Бұл қалай? Осылай бір аквариум тұр дейік, және осылай су. Мына жерде дене. Кейбір денелерді суға салсаңыз, олар батпайды. Байқасаңыз, кейбір ағаштар батпайды. Неге? Себебі олардың Архимед күші жоғары болады. Яғни осылай оны mg ауырлық күші тартса, оған кері күш ол осы F Архимед болады екен. Яғни оның формуласы ол ρ сұйық, сұйықтықтың тығыздығы көбейтілген G, және осы батқан дененің көлемі. Осылай бүгін динамика қысқаша шолу болды. Ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.